Адамзат тарихында империялық пайымы бар халық көп емес. Соның ішінде парсылармен, гректермен, римляндармен қатар түркілерді атауға болады. Ғұндардың ата-бабалары ішкі Монголиядағы, солтүстік Қытай аумағында өмір сүрген. Ал қазіргі монғолдардың ата-бабалары, тұңғыстар солтүстік шығысқа қарай, шығыс бағытында Кореяға дейін мекендеген. Олардың өмір сүру салты бірдей. Көшпенді халық қой, сиыр, жылқыларды асырап киіз үйлерде өмір сүрген. Олардың дүние танымы аспан мен күнге табыну болғандықтан, құдіретті күш тәңірі деп санаған. Түркілердің және тұңғыстардың тілдері бір-біріне өте ұқсас. Ғұндар түркі тілдес отбасының аглюнативті тілдерінде сөйлеген. 2021 жылғы археология, тарих, генетикалық зерттеу Ресей YouTube каналының жаңа генетикалық зерттеулеріне сәйкес, түркі тілі сәйкесінше түркі халқы біздің ғасырға дейін 3 ғасырда қалыптасқан. Ғұн көшпенділер империясын құрумен түркілер тарихы 6 ғасырдан емес, одан ертерек, тіпті 800 жыл бұрын қалыптасқан. Солтүстік Қытай аумағында прото-түркілер мен прото-тұңғыстардың ортақ Алтай тілдес отбасының бөлінуі біздің ғасырға дейін шамамен 6000 жыл бұрын орын алған. Қытайдың солтүстік шығысында ғұндар үнді Еуропа халықтарымен, арийлермен, тохарлармен және үнді Еуропа тілдес отбасының флективті тілдерінде сөйлеген, юетжарлармен шайқасып, солармен араласқан. Үнді Еуропа халқының бұрынғы отаны Алтай, оңтүстік Сібір болған. Ол жақтан олар біздің ғасырға дейін 2000 және 3000 жыл ішінде бүкіл Еуразияға көшкен. Ассимиляция салдарынан түркілердің шығыс және батыс Еуропа халқына тиесілі үнді Еуропа немесе солтүстік Еуропа тобының R1A және R1B еркектер тарапынан таралатын Y хромосома гаплотобы болған. Қытай дереккөздері бойынша біздің ғасырға дейінгі 27 ғасырда алғашқы Қытай императоры Хуанди ғұндардың ата-бабалары Синонь көшпенділермен шайқасқан. Кейінірек оларды Гиенон, күн, ғұн деп, ал біздің ғасырға дейінгі 3 ғасырдың соңында Хенну деп атаған. Біздің ғасырға дейінгі шамамен 2005 жылы жабайы көшпенділермен соғыс туралы тарих кітабы Қытай дереккөзінде сақталған. Қытай дереккөздерінде біздің ғасырға дейінгі 1818 жылы Си император династиясын билеушісінің ұрпағы солтүстікке қашып, ғұндардан пана тапқан деген дерек бар. Қытай дереккөздерінде біздің ғасырға дейін 1004 жылдан біздің ғасырға дейінгі 2000 жыл аралығында көшпенділермен болған соғыс жайлы дерек те бар. Дереккөздерде сонымен қатар біздің ғасырға дейін 372-289 жылдары Конфуцийдің жолын қуған Менсиуса естеліктерінде біздің ғасырға дейін 1138 жылы, 1127 жылы, 714 жылы, 689 жылы Қытаймен дипломатиялық байланыстар мен дау-дамайлар туралы айтылған. Қытай тарихы біздің ғасырға дейін 828 жылдан бастап жыл сайын жазылып отырған. Онда ғұндар жайлы көп айтылған. Түркі ежелгі түркілер тарихы 4700 жыл бұрын қалыптасқан. Біздің ғасырға дейін 4 ғасырда ғұндар 24 ғұн тайпаларынан тұратын ортақ одақ құрады. Біздің ғасырға дейін 225 жылы ғұндардың императоры Думан болады. Қытайлықтар оны Шанью деп атайды. Ал ғұндар тәңірі құтты жан ие деп атайды. Түркі тілінен аударғанда аспан елшісі деген мағынаны білдіреді. Біздің ғасырға дейін 210 жылы ғұн қағаны Думанның ұлы Бахадүр атанады. Қытай деректері бойынша ол моде деп көрсетіледі. Бахадүр әлем тарихындағы ұлы жаулап алушылардың бірі болған және түркі Ганнибалы деп атаған. Ол Қытайдың оңтүстік аумағын жаулап алып, Тынық мұхитынан қазіргі Түркістанға дейінгі ұлы көшпенділер империясын құрады. Қытай ғұндардың қыспағынан қорқып, жыл сайын салық төлеп, шекарада ғұндарға тиімді айырбас саудан ашады. Ғұндардың саны 1,5 миллионнан 2 миллионға дейін болған. Тіпті олар 3000-ға дейін әскерді жинай алған.
Баһадур біздің ғасырға дейін 173 жылға дейін шамамен 37 жыл билік басында болады. Қытай ғұндардан қорғану үшін ұлы Қытай қорғанын салады. Бұл жиегінде миллиондаған адам өмірі қалған түркілер мен қытайлардың 1000 жылдық қарсы тұру және шайқас алаңына айналады. 48 жылы ғұн қағанатының ыдырауы орын алады. Қытай дипломатиясының әсерінен 8 оңтүстік руға бөлінеді және Қытайдан вассалды болады. Оңтүстік қағанатын құрып, жаңа қағанды сайлауға шешім қабылдайды. Кейін солтүстік ғұндармен шайқасады. 300 жыл бойы өмір сүрген солтүстік ғұн қағанаты 165 жылы ыдырайды. Ыдырағаннан кейін ғұндардың бір бөлігі Қытайда қалса, екінші бөлігі Қазақстан аумағына көшеді. Қалғаны Еділ өзенінің бойына орналасады. 200 жылдан кейін олар бүкіл әлемді дүр сілкіндіреді. 215 жылы Қытай оңтүстік қағанатты өзіне қосып алады. 370 жылы Еділдің бойында мекендеген ғұндар готтордың герман тайпалары өмір сүрген Қара теңіз даласына басып кіреді. Готтар жеңіліс тапқаннан кейін бір бөлігі ғұндарға бағынса, қалғаны Рим империясына қашады. 395 жылы ғұндар Шығыс Рим империясына басып кіреді. Кейін Кавказ арқылы Кіші Азияға кіреді. Олар римляндарды ойсырата қиратып, Сібірге басып кіреді. 422 жылы ғұндар Панонияға басып кіріп, Рейн өзеніне дейін жетеді. 434 жылы ғұндардың қағаны болып, Руаның ұлы Атила сайланады. 437 жылы Атила бургундардың герман корольдігін жаулап алады. 441 және 447 жылдары Атила Балкандағы Рим империясын жаулап алады. Император Феодосий ауыр жағдайға жыл сайын салық төлеумен бітімгерлік жасауға мүжбүр болады. 451 жылы Атила Батыс Рим империясымен шайқасын бастайды. Атила қазіргі Франция Галлияға басып кіреді. 451 жылы маусым айында Каталаун шайқасы басталады. Бұл адамзат тарихындағы ең ірі шайқас атанады. Екі жақтан да адам шығыны орасан зор болады. Ғұндар тарапынан шығыс герман тайпалары, ал римляндар жағынан батыс герман және Галилея тайпалары шайқасады. Нәтижесінде шайқас теңбе-тең аяқталады. 452 жылы Атила Альпаны өтіп, Италияға басып кіреді. Ол Италияның солтүстігін жаулап алып, ғұндар Римге жақындайды. Римнің үрейі қашып, империя бітімгерлік сұрайды. Император Валентиниан Рим папасы 1 Левтің басшылығымен өз елшілігін Атилаға жібереді. Атила елшілікті қабылдайды. Папа әлемдік тарихы бар Римге аянышпен қарауды бүкіл христиандар атынан сұрайды және кез келген шартта салық төлеуге дайын екендіктерін жеткізеді. Атила мен папа Лев ортақ келісімге келеді. Атила папаға оның әлемдегі ең данагөй тұлға екендігін жеткізеді. Нәтижесінде Атила Римді рахым етеді. Осылайша дипломатия Римді құтқарып қалады. Осыдан кейін папа Лев шіркеумен әулиелер санатына қабылданып, ол әулие атанады. Нибелунгтар туралы дастан ежелгі герман балладасында Атила Эцель атауымен көрсетіледі. 453 жылы Атила кенет қайтыс болғаннан кейін оның империясы ыдырай бастайды. Атила ұлы мемлекет қайраткері және қолбасшы атанып, әлем тарихына енеді. 552 жылы Ашина руы түркі руларын біріктіріп, жаңа мемлекет құрады. Түркілер темір өндірісін игереді. Қару-жарақ және сауыт-саймандар жасайды. Сөйтіп, қарулы атты әскерді күшейтеді. Ата-бабалары ғұндар секілді түркілердің дүние танымы тәңіршілдік, тәңір құдайына табыну болады. Олардың алғашқы қағаны Бумын болса, бір жылдан кейін оның ұлы Мұған қаған атанады. 565 жылы түркілер Парсыға тойтарыс жасап, Сагдиянды жаулап алады. 576 жылы батыста Авар қағанатымен шайқасты бастайды. Түркілер Қырымға дейін жетіп, солтүстік Кавказды басып алады. 578 жылы
Қытайға басып кіру басталады. Қытай жеңіліс тауып, түркілерге салық төлеуге мәжбүр болады. 580 жылы Тынық мұхиттан солтүстік Кавказға дейін орасан зор империя құрылады. 600 жылы қағанат шығыс және батыс қағанатқа бөлінеді. 630 жылы шығыс қағанаты Қытайдан кенет жеңіліс тауып, тәуелсіздігінен айырылады. 604 жылы қазіргі Ташкентте Чач қаласында Түн Жабғы хан батыс қағанатының хан атанады. 626 жылы ол Иранмен шайқасты бастайды. 628 жылы Тбилисиді басып алады. 631 жылы Түн Жабғы хан қайтыс болғаннан кейін қағанатта бүлікшілік басталады. Қағанаттың әлсірегенін пайдаланып, Қытай олармен шайқасты бастайды. Нәтижесінде түркілер жеңіліске ұшырайды да Қытайға вассалды тәуелді болады. 679 жылы шығыс қағанатының түркілері Қытайға қарсы көтеріліске шығады. Олар «Біз ұлы держава халқымыз, қайда біздің империямыз» деген ұранмен 693 жылы Қытаймен соғысты бастайды. Түркілер солтүстік Қытайды тойтарыс жасап, 703 жылы Тан империясы түркілермен бітімгерлік жасайды. 726 жылы екінші түркі қағаны Білге хан атанады. Ол өзінің ағасы Күлтегінмен және кеңесшісі Тонь Екукпен қағанатты қалыптастырады. Қағанат 744 жылға дейін өз билігін ұстап қалады. Екінші түркі қағанаты ыдырағаннан кейін билік басына ұйғырлар келеді. Олар түркі оғыздар тайпасының одағын құрып, ұйғыр қағанаты атанады. Оның алғашқы қағаны Қарақорым астанасын қалпына келтірген Құтлық Білге хан болады. 745 жылы билік басына оның ұлы Маянчур келеді. Ол басмалдар, қарлұқтар, түргештер, түркі тайпаларын күшпен біріктіріп, Манчжуриядан Қара ертіске дейін орасан зор мемлекет құрады. Ұйғыр руы Ягликар билікті өз қолына алады. 755 жылы Қытайда азаматтық соғыс басталады. Көтерілісшілер үкімет әскеріне тойтарыс жасайды. Тан династиясының императоры Моянчур қағанынан көтерілісті басу үшін көмек сұрайды. Моянчур Қытайға әскерін кіргізіп, көтерілісшілерге тойтарыс жасайды. Қытайда азаматтық соғыс 10 жыл бойына жалғасады. Соғыстан және эпидемиядан Қытай халқы 52 миллион адамнан 17 миллионға дейін азаяды. Яғни бұл 35 миллион адамды құрайды. Ұйғырлар Қытайдан жыл сайын жылына 20 мың бөлік жібек мөлшерінде салық алып отырады. Мемлекет одан ары көркейе түседі. Ұйғырлардың өз қолжазбасы ұйғыр әліпбиі болады. 840 жылы қағанатта төңкеріс елең алып, ішкі бүлікшілік басталады. Нәтижесінде елге қырғыздар кіріп, қағанат ыдырайды. Авар мемлекеті ұлы түркі қағанатының билігіне бағынбаған түркі аварлармен 562 жылы құрылады. Аварлар батысқа қарай беттеп, гелиттердің герман мемлекеті мен славян тайпаларын жаулап алып, Орта Дунай мен Венгрияда қоныстанады. Алғашқы авар қағаны Баян атанады. Аз уақыт ішінде аварлар орасан зор империяны құрады. Оның құрамына қазіргі Венгрия, Австрия, Сербия, Македония, Хорватия, Румыния, Украина аумағы кіреді. 582 жылдан бастап аварлар Византиямен соғысады. 788 жылы Франко-авар шайқасы басталады. 791 жылы аварларға қарсы жорықты ұлы Карл королі басқарады. 796 жылы франклер 100 жылдап жинаған қазыналармен бірге авар астанасын жаулап алады. Аварлар 803 жылға дейін қарсы тұрып, нәтижесінде франклерден жеңіліс табады. (651 жылы Ашина түркі династиясының Тұрын ханы Хазар мемлекетін құрады. Оның астанасы болып Еділ өзеніндегі Хан Балық қаласы атанады. Қағанат батыста Қара теңіз аумағынан қазіргі Қазақстанға дейінгі аумақты иемденеді.
652 жылы араб халифаттарымен соғыс басталады. Бұл соғыс шамамен 150 жылға жалғасады. Әскери көтеріліс шекарасы Кавказдағы Дербент қаласы болады. Шайқас екі жақтың кезекті жеңісімен жалғасады. Қазарлар арабтардың шығыс Еуропаға таралуын тежейді. 790 жылы түркі билігі иудаизмді қабылдайды. 985 жылы Киев князі Святослав түркі печенектерімен және оғыздармен одақ құрып, ғазарларға шабуыл жасап, оларды қиратады. Осылайша 4 жыл бойы өмір сүрген Ашина түркі династиясы аяқталады. Ұйғыр қағанаты 840 жылы ыдырағаннан кейін түргештер, қарлұқтар түркі тайпасы Жетісуда және Қашқарияда Қараханиттер жаңа мемлекетін құрады. Оның алғашқы ханы Білге Күл Қадырхан атанады. 940 жылы Сатық Бограхан хан исламды мемлекеттің ресми діні жасайды. 990 жылы Қараханиттер ирандық саманидалармен шайқасты бастайды. Бұл шайқас 999 жылы жеңіспен аяқталып, түркілер Бұқара мен Самарқандты жаулап алады. Мемлекет кеңейіп, батыста Аумудария, шығыста Ертіс өзені шекарасы болып белгіленеді. 1069 жылы Кудадгу Билик әйгілі кітабы, сонымен қатар Махмуд Қашқаридің түркі тілі туралы Диван Лугата Тюрк кітабы басылып шығарылады. Қағанатта белең алған исламның діни ағымдарының бірі суфизм болады. Адам жаны мен Құдай бір деген ұғыммен тәңіршілдер түркілердің дүние танымына жақын болады. Суфизмнің негізін қалаушы 1103 жылы Бұқарада дүниеге келген Қожа Ахмет Яссауи болады. Оның есіміне арнап ұлы жаулап алушы Темір Түркістан қаласында кесене салдырады. 1042 жылы қағанат батыс және шығыс болып екіге бөлінеді. Нәтижесінде олар 1210 жылы және 1212 жылы ыдырайды. 962 жылы Саманиттер мемлекетіне қызмет еткен түркі қолбасшысы Альп Тегін қуғынға ұшырап, қазіргі Ауғанстан Газна қаласында жаңа мемлекет құрады. 977 жылы билік басына Альп Тегіннің күйеу баласы Себук Тегін келеді. Себук Тегін солтүстік Үндістанға жорық жасап, үнді князьдерінің әскерін қиратып, солтүстік Үндістан аумағын басып алады. 998 жылы Хазнауи сұлтаны оның ұлы Махмуд атанады. Ол талантты мемлекетті қайраткер әрі қолбасшы болады. Хазнауи түркілердің шайқасынан Орта Азиядағы Саманиттер мемлекеті құлдырайды. 1000 жылы Махмуд Хазнауи Үндістанды жаулап алуды бастайды. 1900 жылы ол аталмыш мемлекетті Инд өзеніне дейін басып алады. 1025 жылы Сұлтан Махмуд батыста Ирак пен Каспий теңізінен Үндістандағы Ганга өзеніне дейін, солтүстікте Арал теңізінен оңтүстікте Үнді мұхитына дейін жалғасқан орасан зор империяны құрады. Мемлекеттік тіл парсы тілі болып қабылданады, бірақ билік пен әскер түркілер болады. Сұлтан Махмуд ғылым мен мәдениетке ерекше мән беріп, Газнада алғашқы университеттің негізін қалайды. Оған Әл-Бируни, Фирдойси сияқты көптеген басқа да шығыстың ұлы қайраткерлерін шақырады. 1030 жылы Сұлтан Махмуд қайтыс болғаннан кейін билік басына оның ұлы Масуд келеді. Селжұқ түркілермен болған үздіксіз шайқас ғазауилерді әлсіретеді. Сөйтіп 1192 жылы империя құлдырайды. 996 жылы Мамун ибн Мұхаммед солтүстік және оңтүстік Хорезмді Ургенч қаласындағы астанасымен ортақ мемлекетке біріктіреді. Хорезм егін шаруашылығының жоғары мәдениетіне, суару каналдары мен плотиналардың жүйесіне ие ел болып табылады. Хорезм Хазнауилермен және селжұқтармен шайқасады. Нәтижесінде оларға тәуелді болады. 1857 жылы ғана Хорезмашах атсыз тәуелсіздікке қол жеткізеді.
1172 жылы Текеш Хорезмашах атанады. Ол мемлекетті кеңейтіп, Хорезмашахтың әскері көшпенді түркілерден құралады. 1194 жылы Текеш шығыс Иранды, Рей және Мерв қалаларын жаулап алады. 1200 жылы әкесінің жаулап алуын жалғастырған оның ұлы Мұхаммед Хорезмашах атанады. 1217 жылы ұлы империя құрылады. Иран, Ирак, Әзербайжан, оңтүстікте Үнді мұхитынан Арал теңізіне дейін, батыста Ирактан шығыстағы Балқаш көліне дейінгі аумақты жаулап алады. 1219 жылы Шыңғыс ханмен шайқас басталады. Ол Хорезмді жаулап алады. 1220 жылы Ургенчті басып алады. Хорезм шах елден қашып, кейін қайтыс болады. ғасырда Оғыз түркілердің Қазақстан аумағынан оңтүстікке көшуі басталады. Олар өздерін Селжұқ деп атайды. 1040 жылы олар Иранда Хорасан қаласындағы астанасымен өздерінің мемлекетін құрады. 1055 жылы Селжұқтың немересі Тоғрул Бағдатты жаулап алады. 1057 жылы Бағдат халифа оған шығыс пен батыстың ханы деген атау береді. 1063 жылы Альп Арслан сұлтан атанады. 1064 жылы ол Грузияны басып алып, Византия империясының шекарасына жақындайды. 1071 жылы Кіші Азияда Мансикертке қарасты византиялықтар мен селжұқтар арасында шайқас басталады. Византиялықтар жеңіліске ұшырайды. Император тұтқынға түсіп, оғыздарды Кіші Азияға жаппай көшіру басталады. 1072 жылы Мелик-Шах сұлтан атанып, ол Сирияны, Палестинаны, сонымен қатар Мекке мен Медина қалалары мен Аравияны жаулап алады. Мелик-Шах батыста Жерорта теңізі мен Каспий теңізінен, батыста Ыстықкөл көлінен, солтүстікте Арал теңізінен, оңтүстікте Үнді мұхитына дейін ұлы империяны құрады. Шираз және Исфахан қалаларында ғылымға ерекше көңіл бөлінеді. Онда астрономиялық обсерваториялар және кітапханалар салынады. 1092 жылы Мелик-Шах қайтыс болғаннан кейін империя ыдырап, 1195 жылы құлдырайды. 1075 жылы Селжұқтың шөбересі Сүлейман көшпенді оғыздарды біріктіріп, Кіші Азияда Изник астанасымен жаңа мемлекет құрады да Византия империясымен шайқасады. 1096 жылы Кіші Азияға крескерлердің басып алуы басталады. 1087 жылы көтерілісте Ескі Шехир маңында селжұқтар жеңіліске ұшырап, 1000 және 1001 жылдары Малатия, Амасия және Эрегли маңында Сұлтан Қылыш Арслан крескерлердің 3 әскеріне тойтарыс жасап жеңеді. 1147 жылы екінші крескерлер жорығы басталады. 1147 жылдың 25 қазанында Сұлтан Месуд Герман императоры Конрад әскерін тойтара жеңіп, француз императоры Людовиктің екінші әскері де орасан зор шығынға ұшырайды. 1046 және 1155 жылдары селжұқтар византиялықтарды жеңіп, мемлекет аумағын кеңейтеді. 1260 жылы селжұқтар парсы илхандардан жеңіліп, олардың вассалды тәуелділігіне ұшырайды. 1318 жылы Сұлтан Қылыш Арслан қайтыс болғаннан кейін крескерлерді жеңген селжұқтардың династиясы аяқталады. 1095 жылы Папа Урбан II Иерусалимдегі әулие табытты босатуға шақырады. 1096 жылы Кіші Азияға крескерлердің басып кіруі басталады. Рум сұлтанатының селжұқтары алғашқы соққыны қабылдайды. 1097 жылы түркілер Ескі Шехир маңында крескерлерден жеңіліске ұшырайды. 1098 жылы крескерлер Иерусалимге басып кіріп, Иерусалим корольдігін құрады. 1000 және 1001 жылдары Малатия, Амасия және Эрегли маңындағы шайқастарда
селжұқ түркілер крескерлердің 3 әскерін тойтарыс жасайды. 1147 жылы папа Евгений II екінші крест жорығын жариялайды. 1147 жылы Мендерес өзенінде және ескі шекер маңындағы шайқастарда крескерлердің неміс, кейін француз әскері қирайды. 1189 жылы 3 кресшілер жорығы басталады. Жорықты Герман императоры Фридрих Барбаросса басқарады. Кресшілер Константинопольге келіп, кейін жер бетімен Иерусалимге жылжи бастайды. Герман императорының әскерін селжұқ түркілерімен тойтарыс жасалады. Нәтижесінде олар зор шығынға ұшырайды. Сирияға келгеннен кейін Фридрих Барбаросса өзенде шомылып жүріп, кенет суға батып қайтыс болады. Осылайша 3-ші крест жорығы абыройсыз аяқталады. Негізінде түркілер еуропалық рыцарлықтың барлық түсін жойып, христиан геноцидінен мұсылмандар өркениетін қорғап қалады. Египет сұлтандары ғасырлар бойы түркілер арасынан өздерінің мамлюк әскерлерін жинайды. 1250 жылы мамлюктар Аюб-Бидауи династиясын құлатып, мамлюк Айбекті сұлтан етіп сайлайды. Египетте мамлюктардың басқаруы басталады. 1258 жылы Шыңғыс ханның немересі Құлағы Бағдатты жаулап алады. Оның Найман түркілер руынан тараған қолбасшысы Кетбұға Сирияны жаулап алып, Египетке басып кіру қаупі төнеді. Сөйтіп, сұлтан Құтыз Кетбұғаға қарсы мамлюктармен бірігіп қарсы тұрады. Одан мамлюктер жеңіске жетеді. 1260 жылы әйгілі Бейбарс сұлтан атанады. Ол бұрын кресшілермен жаулап алған мұсылман жерлерін кресшілерден босатуды бастайды. 1291 жылы сұлтан Қалауын кресшілерді жер аудартып, мамлюктар Египет пен Сирияны бір мемлекетке біріктіреді. Мамлюк түркілердің басқаруымен Египет 2 ғасыр бойы өркендейді. 1486 жылы бірнеше жылға созылған Осман түркілерімен шайқасы басталады. 1517 жылы Каир маңындағы шайқаста мамлюктар жеңіліске ұшырайды. 1521 жылы Сұлтан Сүлейман Египетті Осман империясының құрамына қосады. Он екінші ғасырдың соңында болашақ ұлы жаулап алушы, ұлы стратег және кемеңгер Темүжін түркілерді және аралас тұңғыс түркілердің тайпаларын бір мемлекетке біріктіреді. 1204 жылы ол наймандарды жеңіп, 1206 жылы татарлар, жалайырлар, наймандар, керейлердің көшпенді тайпалары түркі дәстүрі бойынша Темүжінді ақ киізге көтеріп, оны Шыңғыс хан деген атаумен ұлы хан етіп сайлайды. Шыңғыс хан Қият түркі руынан тараған, қазіргі уақытта бұл ру Қазақстанның оңтүстігін мекендейді. Шыңғыс хан күшті әскерді құрып, 1211 жылы Қытаймен соғысты бастайды. 1215 жылы Шыңғыс хан Пекинді жаулап алады және сол жылы Қытаймен бітімгерлік шартқа отырады. 1221 жылы Хорезм шахтар империясын тойтара жеңеді. 1221 жылы Шыңғыс хан Иранға жорықты басқарып, солтүстік Үндістанға дейін жетеді. Көшпенділердің дүние танымы тәңіршілдік болады. Халық яссы заңы бойынша көшпенділердің ежелгі азаматтық және тұрмыстық салт дәстүрлерін ұстанады. Жазба өнері ұйғыр немесе ескі найман тілінде жүргізіледі. Мемлекеттік тіл түркі тілі болып қабылданады. 1227 жылы Шыңғыс хан империяны 4 ұлына қалдырып қайтыс болады. 1229 жылы құрылтайда жаңа басып алулар туралы шешім қабылданады. Шыңғыс хан үлкен ұлы Жошыға Ертіс өзенінен батысқа қарай жерді жаулап алуды өсиет етеді. Батысқа жорықты Жошының ұлы Бату басқарады. 1236 жылы Волга Булгарияны жаулап алады. Одан әрі Қара теңіз жағалауындағы далалықты Қыпшақ түркілердің және орыс князьдығының жерлерін жаулап алу жалғасады. Қыпшақтар ойсыра қирағаннан кейін Рязань, Чернигов сияқты орыс қалаларын басып алады.
1240 жылы Киевті жаулап алады. 1241 жылы Бату хан Венгрияны, Чехияны, Богемияны Адриатия теңізіне дейін жаулап алады. 1241 жылғы 9 сәуірде Лигнице маңындағы шайқаста Польша неміс әскері қырылса, 11 сәуірде Шайго маңындағы шайқаста венгрлер мен хорваттар әскерлері жойылады. Еуропа дүрбелеңге түседі. Бату хан отанға қайтуға шешім қабылдайды. 1943 жылы Бату Волга өзенінің маңында Сарай қаласында мемлекет құрады. Осы мемлекет батыста Дунай өзенінен, шығыста Ертіс өзеніне дейін жалғасады. Орыс князьдықтары вассалды тәуелділікте болып салық төлейді. 1269 жылы Алтын Орда тәуелсіз мемлекет атанады. 1342 жылға дейін мемлекет өркендейді. Кейін хандар арасында билік үшін шайқас басталады. Билік жүйесі қирағаннан кейін мемлекет құлдырай түседі. 15 ғасырда бұл мемлекет бірнеше мемлекетке бөліне бастайды. 1426 жылы Қырым хандығына, ал 1438 жылы Қазан хандығына, 1459 жылы Астрахань хандығына, 1465 жылы Қазақ хандығы, 1480 жылы Мәскеу хандығы болып бөлінеді. 1264 жылы Шыңғыс хан немересі Құбылай ұлы хан атанып, Қарақорым астанасын Пекинге көшіреді. 1273 жылы Құбылай Сун династиясымен оңтүстік Қытаймен соғысты бастайды. Нәтижесінде 1279 жылы бүкіл Қытай жаулап алынады. Кейін Вьетнам, Камбоджа, Бирма, Манчжурия, Корея, Тибет сияқты елдер де оның қарамағына кіреді. 1274 жылы Жапонияға басып кіру үшін Орасан зор теңіз флотын жібереді. Бірақ теңіз дауылы корабльдерді қиратып, жорық сәтсіз аяқталады. 1280 жылы Құбылаймен жаңа Юань династиясы құрылады. Құбылай Орасан зор империяны құрады. Венециан саяхатшысы Марко Полоның естеліктері бойынша империяның мемлекеттік тілі түркі тілі болады. Одан әрі империяның әлсіреуі белең алады. 1368 жылы Қытай халқы Юань династиясын, яғни елден қашқан император Тоған Темірді тақтан құлатады. 1258 жылы Шыңғыс ханның немересі Құлағы Бағдатқа жорықты басқарады. Нәтижесінде онымен Бағдат халифаты жаулап алынады. Аббасидтер династиясының 500 жылдық қазынасы тартып алынады. 1260 жылы Айн Жалут маңындағы шайқаста египеттік мамлюк түркілерден жеңілу салдарынан Сирия мен Палестинаны жаулап алу жорығы сәтсіз аяқталады. Құлағы солтүстік батыс Иранды және Тебриз астанасы мен Әзербайжанды қамтыған жаңа мемлекет құрады. Шыңғыс ханның ұлы Шағатай Балқаш көлінен оңтүстік шығысқа қарай Жетісу мен Мавераннахр жерлерін, Самарқанд пен Бұқара қалалары мен Амудария және Сырдария арасындағы өзен аралықты мұрагерлікке алады. 14 ғасырда ұлыс Моғолстан батыс және шығыс ұлысқа бөлінеді. Көшпенді халық түркілер болып табылады. Соның ішінде ең ірі ру Дулат руы болып табылады. 15 ғасырдың соңында мемлекет ыдырайды. Барлас руының ұлы жаулап алушысы Темір 1336 жылы Кеш қаласында дүниеге келеді. 1370 жылы ол Ауғанстанда Балх қаласын жаулап алып, оның билеушісі атанады. 1386 жылы Тифлисті, Иранда Тебриз бен Исфаханды басып алады. 1389 жылы Темір Моғолстанға жорық жасап, нәтижесінде мемлекетті толығымен ыдыратады. 1391 жылы Темір Алтын Орда ханы Тоқтамысқа қарсы жорық жасап, Волга өзеніне дейін жетіп, оны жеңіп алады.
1392 жылы Иранға жорыққа шығады. Осы жорық барысында Иран қалаларын басып алады. Кейін 1395 жылы Бағдатты басып алып, Тоқтамыспен жаңа шайқас бастайды. Нәтижесінде Темір жеңіске жетеді. 1398 жылы Темір Үндістанға жорыққа шығып, түркі билеушісі Дели сұлтаны Махмудты құлатып, зор жеңіске жетеді де Самарқандқа қайтады. 1400 жылы Темір Сирияға жасаған жорығында Алеппо мен Дамасканы басып алады. 1402 жылы Анкара маңында түрік сұлтаны Баязитпен шайқасып, түркілерді ойсырата жеңеді. Сөйтіп Сұлтан Баязит тұтқынға алынады. Темір Орта Азияны, Иран, Ауғанстан, Армения, Грузияны қоса алғанда орасан зор империяны құрады. 1405 жылы Темір Қытайға жорығын бастайды. Осы жорықта ол қаза табады. Темір қайтыс болғаннан кейін империя ыдырайды. Славян халқының R1A тізбекті Y хромосомасы 50%-дан 70%-ға дейін құрайды. Ежелгі славяндар Алтайдан Еуропаға біздің заманымызға дейін 2000 және 3000 жылдықта келген. Байкал маңында археологтар 24 000 жыл бұрын өмір сүрген жас баланың сүйектерін тауып, генетикалық талдаудың нәтижесінде ол еркек Y хромосоманың шығыс еуропалық және батыс еуропалық гаплотобының R1A және R1B ежелгі гаплотобының R гаплотобын тасымалдаушы екендігін анықтайды. Бұл арийлердің, яғни үнді еуропалықтардың ежелгі отаны Алтай екендігі туралы тұжырымды растайды. 370 жылы ғұндардың Қара теңіз жағалауында одан әрі Рим империясына басып кіру басталады. Олар готтардың, гепиттердің және бургундардың герман тайпаларын жаулап алады. Бұрын герман тайпаларымен оңтүстіктен және батыстан қыспаққа алынған славян тайпалары 6 және 7 ғасырда Балканның бос аумақтарына және оңтүстік шығыс Еуропаға көшуді бастайды. Әсіресе бұл процесс авар қағанаты тұсында күшейе түседі. Славяндар авар түркілердің вассалды тәуелділігінде болып, авар тарапынан соғыстарға қатысады. Аварлар римляндар мен германдықтардан босаған жерлерге славяндарды көшіре бастайды. Аварлардың арқасында бірінші мыңжылдықтың екінші жартысында алғашқы славян мемлекеттері құрыла бастайды. Ресей тарихшыларының пікірі бойынша 13 ғасырда Алтын Орда хандарына салық төлеген орыс князьдықтарының аумағында мемлекеттік тіл ретінде татар қыпшақ тілі қолданылады. Екінші мемлекеттік тіл болып ежелгі орыс тілі қабылданады. Мәскеу князьдығы 13-14 ғасырларда Алтын Орда ұлысына тұрақты салық төлеп отырады. Князьдар орданы билеу үшін жарлық алып отырады. 1223-1502 жылдар аралығында орыстар мен орда әскерлерінің 152-ден астам көтерілісі тіркелген. Орыс князьдықтары 100-ден аса орданың басып алуына ұшырап, тек қана қорғанып отырады. 13-14 ғасырда әсіресе 18 ғасырда Ресей Еуропаға жол ашқан уақытында Азияның өткен өмірінен бас тарта отырып, орда билігінің көптеген құжаттары Русьте жойылған. 250 жылдан астам билік жүргізген татар түркілері болашақ Ресей мемлекетінің және империясының құрылуына орасан зор әсер етеді. Мәскеу князьдығы Алтын Орданың ұлысы болады. Ресей мемлекеті Алтын Орданың мемлекеттілігі негізінде құрылған Алтын Орданың мұрагері болып табылады. Ресей тарихшысы Федотовтың пікірі бойынша Алтын Орда құлдырағаннан кейін сарайдан орда билігі Кремльге көшеді. Ресей тарихшысы Юрий Селезневтің деректері бойынша Алтын Орданың билігі кезінде Алтын Орданың заңдарын бұзған 14 орыс князьдары өлтіріледі. Николай Баскаковтың пікірі бойынша оның 2012 жылғы түркіден шыққан орыс тегі атты кітабында Ресей дворяндығының 300-ден астам ұлы өкілдері түркілерден таралған. Ол Кутузов, Ушаков, Тургенев, Юсупов, Урусов, Карамзин және басқалар.
Басқа тарихшылар түркіден тараған 500-ден астам дворян тектерін атап көрсетеді. Шамамен Ресей дворяндарының 40%-50% түркілерден тараған. Ресей Қырым хандығына 1700 жылға дейін салық төлегендігін атап өту керек. Тарихшылар Ресей тарихындағы түркілердің рөліне әлі де негізді баға бермей отыр. Мыңдаған жылдар бойы түркілер мен славан өркениетінің өзара және мәдени әсері зерттелмеді. Темірдің шөбересі Бабыр 1483 жылы туылады. Темір қайтыс болғаннан кейін империя өзара соғыс салдарынан ыдырай бастады. 1504 жылы Бабыр Кабулды жаулап алып, жергілікті тайпаларды өзіне бағындырады. 1519 жылдан бастап Бабыр Үндістанға бірнеше рет жорыққа аттанып, Үндістан аумағының бір бөлігін жаулап алады. 1525 жылы Бабыр Үндістанға 5-ші жорығын жасайды. 1526 жылы Панипаты маңындағы шайқаста Бабыр Дели сұлтаны Ибрагимді тақтан құлатып, Дели мен Агру қалаларын басып алады. 1527 жылы Үндістанда Раджпуталармен болған шайқаста Бабыр жеңіске жетеді. 1529 жылы Бабыр пуштундардың әскерін ойсырата жеңгеннен кейін бүкіл солтүстік Үндістанды жаулап алады. Осылайша ұлы Моғолдар империясының негізін қалайды. Ол уақытта түркілерді Моғолдар деп атаған. Үндістанда Моғолдарды басқару дәуірі үндіс мұсылмандар мәдениетінің өркендеу кезеңі болады. 1530 жылы Бабыр қайтыс болғаннан кейін, оның ұрпақтары бүкіл Үндістанды жаулап, империяны кеңейтеді. Әсіресе Аурангзебе кезінде әйгілі Тәж-Махал кесенесі салынады. 1707 жылы Аурангзеб қайтыс болғаннан кейін империя ыдырай бастайды. 1805 жылы ағылшындар Делиді жаулап алып, Үндістанды отарлау басталады. 1858 жылдың қыркүйегінде ағылшындар Моғол империясын тарату туралы жариялайды. Патшайым Виктория 1877 жылы Үндістан императоршысы деген атаққа ие болады. Осылайша ұлы Темір ұрпақтарының ұлы жаулап алушының династиясы аяқталады. Қазақтардың ата-бабалары ғұндар, түркілер, сонымен қатар Шыңғысхан империясының көшпенділері де қазақтар болған. Қазақ халқы 15 ғасырдың ортасында қалыптасады. Түркілерге сипаты Y хромосомасының O және С гаплотобы қазақтарда шамамен 50%-ды құрайды. Сонымен қатар қазақтардың ата-бабалары үндіс еуропалық тілдес отбасына қатысты скифтер, сарматтар, сақтар және массагеттер болып саналады. Қазіргі қазақтардың солтүстік еуразиялық Y хромосомасының R1A және R1B гаплотобы 25%-ды құрайды. Қалған 25%-ы басқа гаплотоптарды, соның ішінде G1 гаплотобын құрайды. Заманауи қазақтардың этногенезі қос нәсілдің O және С түркі гаплотобы, яғни моңғол тектес, және R1A, R1B еуропалық гаплотобының, сондай-ақ оңтүстік еуропалық нәсілдің G1 гаплотобының будандастыруынан пайда болады. Арғын қазақ руы қазақ еркектерінің жартысынан астамы солтүстік Иран және еврей ашкенази халықтарына сипатты Y хромосомасының G1 гаплотобын құрайды. Ол Иерусалимнен солтүстік Иранға дейін жалғасады. Қазақстандық арғындардың саны шамамен 3 миллион адамды құрайды. Арғындар 14 ғасырда солтүстік Иран аумағынан Орта Азия мен Қазақстан аумағына көше бастайды. Бұл түркіленген Иран тілдес жартылай көшпенді тайпалар. Арғындар Қырымға, солтүстік Кавказға, Алтын Ордаға қоныстанады. Шыңғысшылардың, Жәнібек пен Керей хандарының басшылығымен алғашқы қазақ хандығын құруға қатысады және қазақ хандығының негізін құрады. Сонымен қатар наймандар, керейлер, қоңыраттар, жалайырлар және басқа да рулар қатысады. Қазақ ойшылдары Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев,
халық батыры Мамай арғынның тобықты руынан тараған. Заманауи генетикалық зерттеулерге сәйкес, Орта Азия аймағының халқы Таяу Шығыс, Еуропа, сондай-ақ оңтүстік, шығыс және Орта Азия популяциясының қоспасымен әртүрлілігімен сипатталады. Сонымен қатар бұл қазақ халқына да тиесілі. 13 ғасырда Қайы, Оғыз руы Ер-Тоғрулдың басқаруымен Орта Азиядан Анатолияға, яғни Кіші Азияға Селжұқ сұлтанының билігіне көшеді. Оның ұлы Осман түріктер ұлт атауын беріп, Османдардың иелігін кеңейте түседі. Сұлтан Баязид Болгарияны, Сербияны, Македонияны, Грецияны жаулап алады. Ол 1402 жылы Анкара маңындағы шайқаста темірден жеңіліс тауып, түркі османдардың Еуропаға басып кіруін 50 жылға тоқтатады. 1453 жылы Мехмет Сұлтан Константинопольді басып алып, оған Стамбул деген атаумен Астана мәртебесін береді. Османдар мемлекеттік басқаруды және әскерді ұйымдастыруды селжұқтардан алады. 1512 жылы Селим Сұлтан Сирияны, Палестинаны, Египетті, Арменияны жаулап алады. 1520 жылы ұлы Сүлейман Сұлтан атанады. Ол Солтүстік Африка, Алжир және Тунис сияқты елдерді жаулап алады. Ұлы Сұлтан Сүлейманның басқару уақытында империя Азияның, Африканың және Еуропаның орасан зор аймақтарын қамтиды. Стамбул әлемнің ең әдемі қалалардың біріне айналады. Империяның зор құдіреттілігі 17 ғасырда әлсірей бастайды. 17 ғасырда Австриямен болған шайқаста Туркия, Венгриядан және Трансильваниядан айрылса, 18 ғасырда Ресеймен болған шайқаста Қырымнан және Украинаның бір бөлігінен айрылады. 1828 жылы Греция өз тәуелсіздігіне ие болады. 1878 жылы Сербия, Черногория, Болгария сияқты елдер тәуелсіздікке қол жеткізеді. 1914 жылы Туркия Германия тарапынан бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысып жеңіліске ұшырайды. Нәтижесінде Азиядағы, Еуропадағы және Африкадағы бүкіл иелігін жоғалтады. Мемлекетті Антанта елдері жаулап алады. Түрік халқы Мұстафа Кемаль Ататүріктің басқаруымен жаулап алушыларды өз елінен қуып шығады. 1922 жылы ұлы ұлттық жиналыс Осман империясын тарату және жаңа түрік мемлекетін құру туралы шешім қабылдайды. 2000 жыл ішінде ондаған түркі империялар мен мемлекеттер өмір сүрді. Түркілер 3 континенттің тағын жаулап алды. Олар Пекинде, Делиде, Исфаханда, Дамаскада, Бағдатта, Каирде, Константинопольде жаулап алған аумақта керемет өркендеудің орын алғандығын байқауға болады. Түркілер кітапханалар, университеттер, астрономиялық обсерваториялар салдырады. Бұл Қытайдағы түркілердің 4 жылдан астам билік етуі. Шыңғысханның немересі Құбылай хан 13 ғасырда Қытайды бір мемлекетке біріктіреді. Шыңғысхан есімі Қытайда киелі болып саналады. Қытайлықтар Шыңғысханды ұмытпайды әрі қастерлейді. Бұл 9 жыл бойы түркілердің Үндістанда билік етуі. Темірдің немересі 16 ғасырда Үндістанды бір мемлекетке біріктіреді. Үндістер қазіргі күні де түркілерге, моңғолдарға өз құрметі мен ілтипатын білдіреді. Түркілердің 9 жыл бойы Иранда билік етуі. Таяу шығыстағы және Египеттегі 600 жыл бойы басқаруы. Түркі татарларының Русьті 250 жыл бойы басқаруы. Түркі этносы, түркі тілі, ұлы ғұндар империясы құрылған уақытта біздің ғасырға дейін 3 ғасырда қалыптасады. Ресей тарихшысы Лев Гумилевтің этногенезі теориясына сәйкес, шамамен 2000 жыл бойы 17 ғасырға дейін жалғасқан түркі этносының ұлы түркі өркениетінің пассионарлық көтерілуі басталады. Ресей тарихшысы Лев Гумилевтің айтуы бойынша, түркілер әлем тарихында терең із қалдырған әлем тарихының супер этностарының бірі.